Ал енді жаңағы бұл жерде енді үшінші жолы бар. Енді ол крайний, ең соңғы. Вадрибухунна, ұрыңдар деді. Ұрыңдар дейді. Енді бұл жердегі нәрсе, шариғатта рұқсат етілген нәрсе, жарақаттап, дене мүшесін бір жерін сындырып алмайтын деңгейде. Ол біреулер айтады мынадай. Бүйтіп, мисуақпен ұруың керексің дейді. Ол сені тыңдайын деп жатыр. Имам Табаранида келген бір хадис бар пайғамбарымыздан. Пайғамбарымыз не істеген? Үйлеріңде ілулі қамшы болсын деген. Қамшы болсын деген. Ана қамшыны алып, іліп қойған ата бабамыз. Ана қамшы тиюден ол уже сескеніп жүреді. Леби прави кетті ма, ана қамшының тиетінін біледі ол. Сен қазір маған десе 20 қамшы апарып біліп қойсаң да ол әсер етпейді ғой. Әсер етпейді. Мына немене қылып қойғасын деп сұрау мүмкін да. Сондықтан ол аталарымыз осып жіберетін болған. Денесін жарақаттамайды киім сыртынан. Мүшесін жаңағы дене қандай да бір мүшені сындырмайды. Жоннан таспа тілем деген содан шыққан ғой. Бірді салып кеп жіберген бұл. Ана қамшының ұшы тиіп көрді ма? Қайыстың ұшы. Жорғалап кетесің сен. Жорғалап жүресің. Бірле тұрсыншы. Екіншінде жорғалап жүрсің сен. Ана қамшыны ұмытпайсың. Сондықтан ілулі қамшы болсын деген. Оны қазір апарып біліп қойсаңыздар, ол әсер етпейді. Ол кезден басында солай болған ғой. Мынаны білесің ба деген. Бұл не деген? Бұл сен былай оның сол кішкене шектен шыққан кезде сені жөнге салатын нәрсе деп іліп қойып бітті. Тұрады, үйінде тұрады. Оны кейін адамдар арымдап алған өздерін үшін жаңа. Бір жаңа Құдай сақтасын, бірдеңе кірмейді, түген кірмейді, жын кірмейді, анау кірмейді деп. Оның негізгі мақсаты анау үшін болған. Хадис бар пайғамбарымызда. Не істейді? Уадрибухунна. Егер қашан дейді уағызға насихат алмаса, насихатын тыңдамады. Бір күн насихаттадың, 2 күн насихаттадың, 3 күн насихаттадың, тіпті мешітке алып келдің, уағыз тыңдашы енді деп. Қайтпады. Одан кейін жаңа төсекке тастап қоясың. Енді оған көнбеді ме, сол кезде барып не істейсің? Соғасың. Енді пайғамбарымыз айтады: "Фалакум ан тадрибухунна дарбан айра мубаррихин." Бір сендерге рұқсат ету, ұру рұқсат етіледі, жарақат салмайтын деңгейде. Жарақат салмайтын деңгейде. Беттен ұру болмайды шариғатта, білесіздер. Бірақ жаңа жеті желкесін жақсылап қысып қойсаң болады. Бар ғой, Құдайға шүкір, қолда қару бар ғой. Әлде одан да айырып қалдық па? Дейсің бейді. Сосын өзі түседі кішкене. Қайт дейсің ғой. Ан Жабир анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджатил вада. Пайғамбарымыз өзінің хаджатыл қоштасу құтпасында былай деп айтады: "Ваттақуллаха фин ниса." Әйел мәселесінде дейді, Құдайдан қорқыңдар деп біздерге ескертіп жатыр, еркектерге. Не дейді? Фа иннахунна индахум аванун. Яғни сендердің қарамағындағы жауапты нәрселер, жауаптысыңдар деген сендер. Яғни аманат. Әйел мәселесінде Құдайдан қорқыңдар деген. Бостық қылып шектен шығарып алсақ, Құдайдың алдында жауап береміз. Қатыгезді қаттылық танытып, онда да денесін жарақаттап, бір жерін сындыратын деңгейге жеткізіп алсақ, ол кезде де Құдайға жауап береміз. Ертең үйде жұмсақтық танытып, ынжықтық танытып, оларды басқа шығарып алып, ағайын туыспен, жолдас жоралармен араласпай жаңағыдай болып атса да, Құдайдың алдында жауап бересіңдер деп жатыр. Кейбіреу алғысы келмесе де күштеп кредит алғысы жүреді ғой үйде отырып. Оның бәрін ескертіп қой. Екі жағдайда да Құдайдан қорқыңдар деп жатыр. Жіберіп алып бастарыңа шығарып алудан, не қатыгездік қылам деп шектен шығып кетуден дейді. Едет уалакум алейхинна алла юти анна фурушакум ахадан.
Әйелдер сендер үшін, әйел сендер үшін. Фәин фағална зәлика фадрибухунна дарбан айрым. Ал егер кім осы нәрсенің бірінде шектен шығатын болса, онда оларды ұрыңдар деген. Бірақ деді пайғамбар, «Валахунна алейкум ризқухунна ва кисуатухунна бил». Бірақ сонымен қатар олардың рызық несібесін тауып бересіңдер, киім-кешегін тауып бересіңдер дейді. Енді бұл жерде ғалымдар бір қатар мәселеде келтіреді. Ибн Аббас, Хасан аль-Басри айтады, бұл жерде пайғамбарымыз ғайры мубаррих дегені, яғни әсер қалдырмайтындай. Былайша айтқанда синақ түсірмейтіндей ұру керек қой. Түсіндіңіздер ме? Сол деңгейде, бірақ бетінен емес. Ал енді уәл қала фуқаха, фақихтар не деді бұл хадистан? Хуа ан ла юксира фиха ғудуан. Яғни бұл жерде мүшені сындырып қою емес деді. Саусағын, қолын, қабырғасын сындырып қойма, бірақ жаңағыдай қол жұмсауға болады. Жақсылап тұрып бар ғой. Тек фақихтар не деді? Сындырып қоймасаң болды дейді. Мен бұның уағызын айттым, бөлек жаттың, басқа ештеңе қалған жоқ, үшінші жолдан басқа. Енді өзі үшінші жолғаса, оны барып бүйтіп, мисуакпен бүйтіп тұрмайсың ғой. Сондықтан бір қамшы алып қойыңыздар, жақсылап тұрып, қайыс қамшыны. Ана басымен болмаса да, мынаны жақсылап тұрып, жамбастан осып жіберсең, ол екінші күні қайтып оны қайталамайды. Қайталаса не болатынын біледі. Бірақ бұл әлсіздік. Бұны жақсы түсініңіздер. Мен сіздерді әйел затын ұруға шақырып отырған жоқпыз. Ол біреудің қыз баласы, біреудің әпкесі, біреудің қарындасы. Ең мықты ер дейді. Ол ұрмай сыйлатқан ер. Өзін. Солай сыйлата білулеріңіз. Өзіңіздің орныңызды көрсете білуіңіз керек. Ешқашан басыңызды имеуіңіз керек. Ол басын иіп тұру керек. Қожайын, отағасы не істейін? Не істеуім керек? Шаршамадыңыз ба? Бүгін қандай тамақ ішесіз? Бүгін баратын жеріңіз жоқ па? Жуатын киіміңіз жоқ па? Сұрап тұру керек солай. Біз өзіміз жуып кетеміз ғой қазір. Жарайды, өзім сала-салайшы, машинка, кір машина ғой, автоматика, жеңіл ғой, онда тұрған не бар дейді. Бұл жаңа беріліп қойған.